Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. 100 градусқа дейін қыздырылған денені температурасы 10 градус суға салғанда белгілі бір уақыт өткен соң жалпы температура 40 градус болды. Егер бірінші денені шығармай, суға тағы сондай 100 градусқа дейін қыздырылған денені салсақ, судың температурасы қандай болады? Бұл жерде балалар екі тәжірибе жасалып тұр. Енді бірінші тәжірибені дұрыстап талдап, одан кейін осыған арналған формуланы жазайық. Бұл жерде қыздырылған дене, 100 градусқа қыздырылған денеге салқын суды құйған. Осы кезде салқын су алды, ал ыстық дене жылуын берді. Жылу балансын теңдеу орындалып тұр. Салқын судың алған жылу мөлшері мен ыстық дененің берген жылу мөлшері өзара тең. Яғни Q1 тең Q2 деп жазып қояйық бірден. Бірінші тәжірибе деп те жазып қояйық балар. Q1 тең Q2 бірінші формула болсын. Бұл жерде Q-іміз ыстық дененің берген жылу мөлшері болсын балар. С дене, М дене, Т2 минус тетта 1 тең болады. С су, М су, тетта 1 минус Т1. Бұл екінші теңдеу болсын. Осы жерден С дене, М дене тауып алайықшы балар. С дене, М дене тең болады. С су, М су, тетта 1 минус Т1 бөлінген Т2 минус тетта 1. Енді орнына қойып есептеп жіберейік. С дене, М дене тең болады. С су, М су, тетта 1-іміз 40 градус, алу 10 градус салқын судың температурасы бөлінген ыстық дененің температурасы 100 градус, алынған 40 градус. Тең болады 30-30-ды 60-қа бөлсек 0,15 бірден жасарақшы балар. 0,15 С су, С су, М су. Бұл біздің төртінші теңдеу болсын. Басымен аяғын біріктіріп бір жаз жерек балар. С дене, М дене тең болады. С су көйтілген М су көйті 0,5. Бұл бесінші теңдеу. Бұл балар бізге қажет, яғни дене мен судың арасында байланыс теңдеуді қорытып алдық. Екінші тәжірибеде қазір осыны пайдаланамыз. Енді екінші тәжірибе жасайық. Екінші тәжірибеміз. Енді осы ыдыстың ішіндегі денені алмай, осыған тағы бір ыстық тура массасы сол денені 100 градустағы денені салады. Яғни бұл жерде енді керісінше салқын дене сумен басында салған дене болады. Олардың температурасы 40 градус болады да, одан ыстық дененің температурасы 100 градус. Яғни ыстық дене береді, салқын дене мен су алады. Осыны жазайық, жылу балансын теңдеуін жазайық. Сонымен ыстық дененікін Q3 дейік, салқын дене мен салқын судыкін Q4, осы Q5 деп жылу балансын теңдеуін жазайық. 6. Сонымен С дене, М дене, бұл жерде балар Т3 100 градус қой, минус тетта 2 тең болады. С дене, М дене, керісінше тетта 2 минус тетта 1. Қосу С су, М су, тетта 2 минус тетта 1. Бұл біздің жетінші теңдеу болсын. Енді С дене, М дене, біраз ықшамдайық бала. Т3 минус тетта 2, тетта 2 минус тетта 1 жақшан сыртына шығарып жіберейік. Тетта 2 минус тетта 1, жақшан ішінде С дене, М дене қосу С су, М
су. Бұл біздің сенші теңдеу болсын. Енді балар с денеміз, ем денеміз 0,15, с су, ем су. Соны қояйық балар. Мынау жазып қояйық, 5-ті 7-ге қоямыз деп. Сонда түсінікті болады балар. 5-ті 7-ге қоямыз. Бірінші тәжірибедегі не қорытқан формуланы пайдасы дейді. Қоямыз. Сонымен 0,15 с су, ем су. Т3 минус тетта 2 тең болады. Тетта 2 минус тетта 1. 0,15 с су, ем су. Қосу с су, ем су. Біз бір белгісінен құтылдық міне бірінші тәжірибенің арқасында. Сонымен 0,15 с су, ем су. Т3 минус тетта 2 тең болады. 0,15-ке 1-ді қоссақ 1,15 болар. 1,15 с су, ем су тең болады. Тетта 2 минус тетта 1. Тіпті тағы да 2 белгісінен құтылдық міне. Ешқандай белгісі қалған жоқ. Енді тек қана тетта 2-ні табу ғана қалды. 0,15 Т3 минус тетта 2. Мынау біздің 10-шы формула болсын балар. Тетта 2 тең болады 1,15 тетта 2 минус тетта 1 қалды. Бұл 11-ші формула болсын. Енді 1,15-ні 0,15-ке бөлсек 3 қалады. Т3 минус тетта 2. 3 тетта 2 минус тетта 1 деген осына қарапайым формула ақшандал келестіре болар. Т3 минус тетта 2. 3-ке көйтерек. 3 тетта 2 минус 3 тетта 1. Бұл біздің 13-ші теңдеу. Тетта 2-ні 10 жаққа шығарсақ плюс болады, мына жаққа шығарсақ плюс болады. Сонымен жазайық. Т3 плюс 3 тетта 1 тең болады 4 тетта 2. 14-ші теңдеу қалды. Сонымен тетта 2 Т3 қосу 3 тетта 1 бөлінген 4 деген міне қандай жақсы формула шықты. Орнына қойсақ та оп-оңай. Тетта 2 Т3-іміз тағы да 100 градусқа қойған. 100 градус плюс 3 қоспамыз біздің 40 градус болған. Ұмытпаймыз, бөлінген 4. Көбейту. 224-ке бөлсек 55 градус екен. Сонда екінші рет ыстық суды салған кезде қоспаның температурасы 55 градус болыпты. Осылай есепті егер тәжірибе жасай отырып, көз алдымызға елестетіп отырып, осы тәжірибе негізінде формуланы дұрыстап отырып жазатын болсақ, есепті осылай оп-оңай шығара салады екенбіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.